7 хадис. 3 топ әйел. Абдуллах бин Омардың, Алла оған разы болсын, айтуынша, Хазіреті пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Әйелдер 3 топқа бөлінеді. Бірінші топтағы әйелдер қап секілді, құрсақ көтереді, әрі босанады. Екінші топтағы әйелдер жалқау әйелдер. Үшінші топтағы әйелдер көңілді құрсақ көтеретін иман жүзділер. Күйеуіне иман тұрғысынан жәрдемші болады. Мұндай әйелдер күйеу үшін қазынадан да қайырлы дейді. Адамдар әртүрлі қабілетте жаратылған. Осы шындықта Хазіреті пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлем болсын былайша баяндайды. Аллах тағала адам атаны жер бетіндегі барша топырақтың 4 түрінен алынған бір уыс топырақтан жаратқан. Сондықтан адамдар әртүрлі қалыптасқан. Кейбірі қара, кейбірі ақ, кейбірі сарғыш, кейбірі осылардың барлығына ортақ түсте жаратылған. Мінездері жағынан да көңілді, тыңлы, жаман, жақсы қабілетте болуының себебі де осында жатыр. Бұл жайлы Хазіреті Омар оған Алла разы болсын Самура бин Жүдептен риуаят етілген сөзінде былай деген: еркектер де әйелдер де 3-ке бөлінеді. Әйелдерге келер болсақ, бір бөлімі арлы, иман жүзді және мейірімді әрі бала сүйетіндер. Қиын қыстау кезеңдерде күйеуіне сүйеніш болып жәрдем береді. Бірақ мұндайлардың саны өте аз. Екінші бөлімдегі әйелдер тек бала табудан басқа ештеңе білмейді. Ал қалған бөлімдегі әйел болса өте жалқау, әрі істеріне салқын қарайды. Аллах тағала мұндай әйелді қалаған қолына береді. Қалаған кезінде ол әйелді күйеуінен ажыратып алады. Жаман әдет пен мінез құлықтың өзгеретіндігі жайлы аяттарда көптеген ғалымдардың зерттеулерінде және тәжірибелерінде көптен айтылған. Сондықтан жағымсыз қылықтарымыздан арылып, Аллахтың сүйікті құлы болуға тырысуымыз керек. Жанұядағы кез келген мәселеде Аллахтан жәрдем сұрап, оның әміріне мойынсұну керек. Адам баласының пешенесіне жазылған тағдыры бар, яғни шектеулі өмірі бар. Уақыт келе бұл берілген мерзім бітіп, дүниеге аттанамыз. Үйлену, бәлкім тағдырдың сылаң қағу жақтары шығар. Бір күні Хазіреті пайғамбарға оған Алланың игілігімен сәлем болсын үйленгісі келген бір жігіт келіп былай дейді: "Уа Аллахтың елшісі, үйленетін уақытым жетті. Маған лайықты қыз нәсіп ету үшін дұға жасайсыз ба?" Хазіреті пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлем болсын: "Егер саған Исраил, Жәбірейіл, Микаил және өзге періштелер дұға қылса, мен де соларға қосылып дұға қыламын. Бірақ Аллах тағаланың сенің пешенеңе жазғанынан басқаға үйлене алмайсың" деп жауап береді.